Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен бірге американдық өте жұмсақ шоколадный печеньелер дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қопсытқыш, оның шоколад, қант және сармай керек болады. Сармай міндетті түрде бөлме температурасында жұмсап тұрған, өте жұмсақ болуы керек. Қантты саламыз, сармайдың үстіне венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Қант пен май бір-бірімен толық араласып кетуі керек. Дайын болған массамыздың үстіне жұмыртқаларды саламыз және де тағы да жақсылап араластырамыз. Дайын массамыздың үстіне ұнға қопсытқышты саламыз. Қамыр қопсытқышты салып, араластырамыз жақсылап. Електен өткізіп отырып қосып, венчиктің көмегімен араластырамыз. Бізде қоймалжың, сұйықтау, қолға жабыспайтын, сондай ұсталмайтын қамыр дайын болады. Тура өлшемі бойынша жасаңыздар, сіздерге қамыр сұйық болып көрінуі мүмкін, ол солай болуы керек. Қасықтың немесе лопатканың көмегімен толықтай араластырамыз және де ұнтақталған шоколадты саламыз. Мен Қазақстан шоколадын қолдандым, ерекше дәм берді. Шоколадқа қамырды толықтай араластырамыз. Пергамент қағаз төселген формаға қасықтың көмегімен салып шығамыз. Қасықтың көмегімен салғанда қаншалықты түзу, домалақ формада салсаңыз, сіздің печеньеңіздің формасы сондай болып шығады. Ортасын міндетті түрде алыс қою керекпіз, себебі бізде печеньелер өте жалпақ болып өседі, сондықтан алыс болғаны дұрыс. Алдын ала қыздырылған пешімізде пісіріп аламыз, қызарғанша. Жасалу жолы қарапайым, өте оңай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Алғаш жасағанда сәтті болып шығады. Дәмі енді өте керемет, ауызға ериді. Міндетті түрде менің каналыма жазылып, лайк басып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше.